Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Сен таңертең не істейсің?» Бүгінгі сабақтың жаңа сөзі таңертең. Утром. Таңертең. Бүгін біз сабағымызда таңертең не істейтінімізді айтып үйренеміз. Ол үшін алдымен тыңда және қайтала. Мен жаттығу жасаймын. Мен жуынамын. Мен тамақ ішемін. Мен мектепке барамын. Енді менімен бірге қайталап оқы. Мен жаттығу жасаймын. Мен жуынамын. Мен тамақ ішемін. Мен мектепке барамын. Келесі екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер және толықтырып айт. Сұрақ: сен таңертең не істейсің? Мысалы, мен таңертең бірінші оянамын. Одан кейін жуынамын, жаттығу жасаймын, тамақ ішемін және мектепке барамын. Есте сақта: мен жуынамын, мен жаттығу жасаймын. Мен жуынбаймын, мен жаттығу жасамаймын. Келесі тапсырма: берілген жауаптардың біреуін таңда және толықтырып айт. Мысалы, мен жаттығу жасаймын. Мен мектепке барамын. Мен тамақ ішемін. Дәл осындай үлгіде өзіңнің не істейтініңді айт. Келесі дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма: таңертең, тамақ, жаттығу сөздерін дәптерге көшіріп жаз. Екінші тапсырма: толықтырып жаз. Мысалы, мен жаттығу жасаймын. Ары қарай сөздерді қалай орналастырамыз, қалай жазамыз? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.